1 миллионға жуық халыққа сумен қамту және су бұру қызметін ұсынатын кәсіпорынның жылдық есебі ашық форматта өтті. Іс-шараға үй және көше комитеттерінің төрағалары, қоғамдық кеңес өкілдері, қалалық мәслихаттың депутаттары, журналистер және ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департамент басшысы Дархан Қайынбердиев шақырылды. Есепті тыңдауға кәсіпорынның Facebook әлеуметтік желісіндегі ашық парақшасы арқылы әлеуметтік желі пайдаланушылары да мүмкіндік алды. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Анарбек Орман қатысушыларға 2022 жылы кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы толық баяндады. 2009 жылдан бері біз Европалық қайта құру даму банкімен жұмыс істеп келеміз. Әзір таңда 6 келісім шарт 18 миллиард 700 миллионға түзілген, 4,5%-ға 13 жылға. Игерілгені 15 миллиард 400 миллион теңге игерілді. Осының шейін мына 13-те 2 миллиарды біз оны банкқа келісім шартқа сәйкес қайтардық. Ал енді осы Қазақстан бойынша Европалық қайта құру даму банкімен көптен бері 13-14 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Өз үкіметтің арнайы қаулысы бар, жаңағы көмегі бар. Сол көмектің арқасында 4,6 миллиард теңге қаржыны алып, инвестицияға біз жұмсадық. 1929 шақырымдық су құбырлары арқылы суларды тасымалдап, тұтынушыларға жеткізіп отырамыз. Мына канализация жүйесі 363 шақырымда суды тасымалдап, оны тазалап, қайтадан табиғатқа қайтарып отырмыз. Жалпы айтқанда тазалау қондырғысының қуаттылығы 150 мың текше метр. Ал енді осы канализацияның қалдықтарынан әзір таңда Орта Азия Қазақстанда бір мекеме біз болып, содан биогаз алып, биогаздан электроэнергия қуаттылығын өндіріп атырмыз. Жалпы алғанда әзір таңда біз 60%-ға жуық керекті электроэнергиясын өзіміз өндіріп, оны жұмсап жатырмыз. Сонымен бірге 2022 жылы қала аумағында су қысымын реттегіш қондырғылары да орнатылды және су сапасын бақылау нүктелерінен сынамаларды алу, оларды 44 бірдей көрсеткіш бойынша тексеруге мүмкіндік бар. Сала мамандары қол жеткізген тағы бір тұс, тұтынылған су көрсеткіші туралы мәліметтерді қашықтықтан бақылау. Су шығынын азайтуға негіз болғанда сол желілерді жаңарту, қайта құру жұмыстары. Инвестициялық бағдарламаны іске асыруда биылға да нақты жоспар түзілген. Ең көп жұмсайтын ақшаның көлемі мынау ескі құбырлармен канализация, су және су арналарын қондырғыларын жұмсайтын ақша тапқан табысымыздың 20% соған кетеді. 22% алған несиені қайтарамыз. 16% налог. Бізде налог өте көп. Осы мәселе жөнінде біз министрлікке де үкіметке ұсыныс жасап жатырмыз. Мысалы үшін судың жүйелерінің налогы, салығы, налог на имущество дейміз ғой, 0,01 болса, ал канализация жүйесіне 1,5%. Осының өзінен 200 миллион ақшамыз егер үнемделетін еді осыны. Мұны да қойып жатырмыз үкіметтің алдында. Оны өзі Тоқаев сентябрь қыркүйек айындағы айтты ғой енді. Таза табыстың алатын корпоративінің подоходный налог. Осындай нелерді қалдыру керек деп жатыр. Енді министрлікті қараса, егер осыдан бір үнемдейтін болсақ, бұл әжептәуір жақсы болар еді. Жалпы елімізде инженерлік желілердің тозығы жетіп тұрғанын мемлекет басшысы бірнеше рет көтерді. Коммуналды сала басшыларына, мамандарға нақты тапсырма берді. Бұл көрсеткішті алдағы жылдары 15%-ға дейін төмендету керектігі айтылды. Оны қалпына келтіруге инвестицияның қажеті анық. Оған қоса тағы бір өте маңызды әлеуметтік мәселе бар. Су және кәріз желілері бойынша авариялық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін мамандардың және инженерлік құрамның жалақысы кәсіпорында 150 мың теңгеден аспайды. Табысы төмен мамандар салада тұрақтамайды. Басқа өңірлерде ол 2 немесе 3 есеге жоғары. Осы мәселе бойынша есеп беру жиында біраз пікірлер айтылды. Нәтижесінде су арнасы ассоциациясы мен салалық министрлікке ұсыныс жазылатын болды. Кәріз желілерін жаңартуда да мәселе баршылық. Жалпы канализация желілерінің тозығы жеткен бөлігі бойынша бүкіл республика қызыл аймақта тұр екен. Қазір республика бойынша біз канализация бойынша қызыл зонадамыз. Президент айтып отқан сол, еркін басқаруға қайталамау үшін
мынау қызыл зонадағы износты түсіру керек деп отыр 15%-ға. Осы 7 жылда біз сіздермен бірге мынау депутаттар бар, қоғамдық кеңес бар, қаланың тұрғындары бар. Осыны бірлесіп жұмыс істеп, 15%-ға түсірейік осыны. Түсірейік? Рахмет, мен сөзін бөлген үшін ғафу өтінемін. Анатолий Омаровқа сұрақ қойып едім. Сіздер 2002 жылдан бастап 39 миллиард инвестиция таптыңыздар. Бұл ақша негізі аз ба, көп па? Бұл өте аз. Өйткені үкіметтің өзінің тапсырмасымен проекті институт 2 жыл зерттеді Шымкентте. Тозығы жеткен су жүйелері мен канализация жүйелерін 2 жыл зерттеп, мемлекеттік экспертизаны өткізіп айтты, 10 жылға 2015 пен 2020 жылы 70 миллиард қаржы керек деді. 2002 жылдан бастап 39 миллиард. Ал енді 10 жылда 70 миллиард қажет деді. Енді маңдайда кеше біз қалада ГЧП мәселесін қарадық. Осы 5 жылға біз 76 миллиард теңге осы тазалауға біз ГЧП-ға келісім бердік. Негізі бір жылда қаланың осы тазалауға 6,5 миллиард ақша береді. Бірақ біздің мына бюджет оған мүмкіндігі жетпегеннен кейін біз 5 жылға бердік. Сонда біздің Шымкенттің осы тазалауға 75 миллиард 5 жылға. Бұдан 2002 жылдан бастап 39 миллиард. 39 миллиард деген түк емес ол. Әлі 10 жылда ол деген 3,6 миллиард деп отыр несін. 20 жылда ғой ол. 20 жылда тем более түк емес. 10 жылдың өзіне түк емес ол. Мысалға, қазір 15-12 миллиардтан беріп отыр Астанада. Бізде 2 миллиардтан аспайды. 3 миллиард ең көбі. Теплосетке мен айтып отқаным. Сол себепті бұны жөндеп қарау керек. Сондықтан мына средний зарплата деп тұр, орташа зарплата қала бойынша. Осыған сәйкестерін келтіру керек. 250 мың теңге болу керек. Осы ең төменгі жұмысшыларға. Енді бір сұрақ көтейік. Мынау қалада үлкен дау шығып жатқан мәселе очистное сооружение. Иіс шығып жатыр, басқа болып жатыр. Анеге жаңағы докладта айтып кеттіңіз, 50 мың шаршы метрге істеп жатырмыз деп. Қаладан осындай мәселеге бір нәрсе бөлініп жатыр ма, істеліп жатыр ма? Бір нәрсе бар ма жоспарда? Очистное сооружение соған біз деген. Өйткені біз миллионнан асып кетті, қазір 2 миллион боламыз. Мына ертең қайттан 10 жылдан кейін проблема шығады. Жылдам адам өсіп жатыр. Осыған қандай әрекет істеліп жатыр? Қаладан, бюджеттен. Бұл өте орынды сұрақ. Қалада білесіздер, құрметті депутаттар, қатысушылар, бас жоспар бекітілді. Бас жоспарға сәйкес қаланың сыртында 350 мың текше метр қуаттылығы бар очистное сооружение құрылу керек. Әзір міне 10 жылдан бері қаланың әкімшілік бюджеттен міне депутаттарда білетін шығар, қаржы бөлген, бірақ техника, экономика негіздеме әлі жасалып кеткен жоқ. Бұл жасалмаса, ертең күні бізден қалада бұл жөнінде катастрофа болады. Біз енді әзіргі кезде 150 мың орнына 170 мың түсіп атқаннан кейін қарасақ мүмкін жоқ. Ләзсіз 50 мың текше метрге көбейтуге несие алып соны құрылысын бастады. Бірақ негізі бұл біздің әзір 50 мың текше метріміз парлап барғанда 4 жыл болды, 4 жылға жетеді. 4 жылдан кейін бұл мәселені шешуіміз керек, бұл проблеманы. Мұны шешпесек болмайды. Біраз сұрақтар қатысушылар арасында қызу пікірталас тудырды. Осы мәселелерді нақты шешу үшін ұсыныстар жасалды. Анарбек Орман кездесуге келген тұтынушылардың барлық сұрақтарына жауап берді.